Ассалаумағалейкум ямағат. Байрағымыз ақында сізімінмен кеңесіп хабарласқым келеді. Айтаяғым 1991 жылда Құрылтайда, Қараноғайда әрімлер Аштраханнан, Қобаннан, бар яқтан келген еділер. Келгендер көк бөрі біздің бір байрақ деп сайлағандар, бекіткендер. Белгілі тарихшы Ашим, Иса, Сіраждин де барысы де болғандар. Бір тілге келгендер. Бұл тотем байрақ біздің түрк миллетімізді бір еткен деп, өктемлікті көтерген Ноғай Арда байрағы деген. Сөйлеуге қиын заманда анда-мұнда шашылған халықты тағы да бірияр деп. Бір байрағымыз 2015 жылға тұрды. Сол заманда мен де бек өктемсідім. Бізде де өкіметке үйген бір байрағымыз барды деп. Оны не үшін сайлағандарды? Ханлардың көп ұллары болғандар. Әр бірісінде өз байрақтары болған. Соның үшін еріс сөз болмасын деп, көк бөрі байрақты тура көргендер. Оны келділер де идолопоклонство деділер, язычество деп ақыл ятақлар көкіректерін соқтылар. Аштрахан қызыл байрағын көтерді. Моңғол Ноғайдың таңбасымен. Қараноғайда Мұрат Сәргешевтің ақ байрағын көтерді. Халықты састырдылар, бөлділер, айырдылар, саттылар. Тағы бір басқа яғын қарасан, неге түрік Кипчак едигердің тамғасын байрақтарына салмағанларды? Солды да бізді түрік тұқымларды ардаға иған. Мысалға, кішкей Ноғай Ардада қызғыл көкшіл ортасында қаршыға орел байрағы болғанта. Ашим. Айтаяғым көп кетпей қызыллардың әдемі маға тел соқты. Көп кешікпей тұрып қызылларға көш деп тіледі. Дау қайтып болады деп ашуландым. Тамға деген ол ардада байрақларға салынған жоқ. Ол сымтасларға, арғымақларға, малларға салынғандар. Басқа яғынан қарасам, ол да язычество боламашы. Исаның кітабында ол біздің письменатымыз болған деп жазылған. Буквалар. Олар мұтылмасын деп ар тұқымға берілген. Бұлар сөйлеу тамғалар. Бір байрақ көк бөрі деп айтқанымды қызыллар, ақлар, онаяқ туылар. Неге десең, әркімді өз-өзлеріне юрқандарын тартадылар. Біздікі, жоқ, біздікі деп өктемсіклер, кетен омыравлар. Тек өзіндікінде тұраяқлар. Бір-біріне берілейек туылар. Бір байрақтың жолын құрытқанлар. Күлкі туылым. 2 ел артта қаңғышылар 550 жылдығын ауылдың белгіледілер. Байрамда мен де болдым. Кен ауызға кіре атырып, байрақларға қарап, сейірім қалды. Онда Ресейдің қызыл, ақ, көк бөрі байрақтары тұрлар, елпілдеп. Ашуландым. Басқа міндетлерде бірер байрақ деп, бізде үшеу деп. Оларға күлкі, бізге өкініш. Басшылар сөйледілер, жырлар жырланды, ойнадылар. Үйлі вақытта ете қойды. Жолдастар жүріңіз ашаяқ деп жұртқа шақырдылар. Біз болсақ көк бөрі байрақ ілінген жұртқа кірдік. Ашадық, сау болсындар, қаңғылшылар, бек әру сыйладылар, хош көрділер. Алла разы болсын. Айтаяғым қызыллар өз жұртында ашадылар, ақлар өз жұртында ашадылар. Айрылу деген ене сол, тентіреген,
тағы да бектентіреділер. Өз халқының сүйгенін жолы ашылсын, айрылғанды бөрі есін. Халқының өктемлігін көтереді бір байрақ, мысалға Ресейдің байрағы. Өзімізді, қанымызда халықтың өсуі де, бірлігі де қолларда. Біз шынты егіт әскерлер өкіметлі ноғаймыз. Дінмен түз яшаяқ, тілімізді орыс тіліне еңдірмейік, егерлі болаяқ. Байрағымыз бір болсын, бір-бірлерді хош көрейік, сыйлайық. Халықтың күші бірлікте. Солды тілегім соңына. Ажы Айсақтың айтуынан құтылайым. Қаршыға үйкен құслар мақтаныр, қайырылуда қаз сөңтіріп салдым деп. Атадың ұлы бір ямандар мақтаныр, бір яқшыдың тамағынан алдым деп. Атадың ұлы бір яқшылар мақтаныр, көп яманнан басымды сатып алдым деп. Мағарби.